Ассалаумағалейкум, ардақтаған ағайын, армысыздар, аман есен баршаңызда бармысыздар. Бүгінгі өнерім өмірім атты бағдарламасының кезекті санын сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі бізде қонақта өлкемізге танымал жас өнерпаз алдарыңызда Қосай Елбетіров студиямызға қош келдіңіз. Кезекті сұрағымызға көшейік. Өнерге қалай келдің? Қай жердің тумасысың? Өзің жайлы бір жақсылық айтып кетсеңіз. Рахмет. Ассалаумағалейкум барша көрермендерге. Өнерім өмірім атты бағдарламаның ғұмыры ұзақ болсын деп тілейміз біріншіден. Мен енді осы өнерге ес білгелі десем артық емес. Осы мектеп табалдырығын аттағаннан бастап, сол уақыттардан домбырамен ән айтып, осы қазақтың қара домбырасымен түрлі сайыстарға қатысып, осы 2016 жылы ұлттық арнадан Қазақстан дауысы деген үлкен бір жобаға қатысып, Нұрлан Алуан деген ағамыздың тобында өнер көрсеттік. Енді барымызша келе жатырмыз осы жолда. Қазақ өнерін насихаттап, қазақтың өнеріне, мәдениетіне қызмет етіп келе жатырмыз. Өзім жалпы Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы Қызылтөбе деген ауылда дүниеге келдім 1991 жылы. 98 жылы сол Қаныш Имантөре Сәтбаев атындағы нөмірі 18-ші орта мектеп болатын. Ол кезде қазір енді 2-ші орта мектеп болып Мұнайлы ауданы ашылғалы солай өзгерді. Сол кезде 98 жылы мектеп табалдырығын аттап, сол мектепте бітіріп, содан ары қарай келе жатырмыз осы өнер жолында. Алғашқы ұстазыңыз кім екен өнердегі? Алғашқы ұстазым Сапар деген мектепте оқып жүрген кезімізде ең бірінші Панно дейді ғой. Мен әнші балапан, үлкен сайыстарға дайындайтын Сапар деген өзінің ағам болды. Нұрлан деген ағаларым болды. Сол кісілердің Ғани деген ағаларымыз болды. Сол кісілердің кәдімгідей ол кезде студия дейтіндей қазіргі жағдай жоқ қой. Сол кісілердің үйіне барып қызығушылықпен солай дайындалатынбыз. Ай бәрекелді. Кезекті әнге берсек, сізден бір әдемі ән сұрасақ, бір жақсы әніңмен орындап берсең. Ұшады Маңғыстаудан шағалалар, ғажайып сыр айтқандай саған олар. Елімнің тыныштығын тұр күзетіп, сақшыдай сапқа қонған бағаналар. Шуағым менің Маңғыстау, құмарым менің Маңғыстау, сағынып айтар мәңгілік, жүренім менің Маңғыстау. Каспийдің кемеріне қонғанда күн, көрінер Маңғыстаудан жанған жалын. Ұшады Маңғыстаудан шағалалар, бабамның таратқандай армандарын. Шуағым менің Маңғыстау, құмарым менің Маңғыстау, сағынып айтар мәңгілік, жүренім менің Маңғыстау, сағынып айтар мәңгілік, жүренім менің Маңғыстау. Ай бәрекелді. Ары қарай әңгімемізді жалғастырайық. Енді мынау Қосай жалпы енді өнерге келгеннен кейін адам әртүрлі композиторлармен, сазгерлермен, ақындармен жұмыс жасайды. Қандай ақындармен, композиторлармен жұмыс жасаудасың қазіргі кезде жалпы? Енді осы тығыз байланыс дегенде де қазір осы жақында елігім еркем деген жаңа ән шыққан болатын. Енді оны қазір әлеуметтік желіге шығара қойған жоқпын. Енді алдағы уақытта бәрін бір толықтырып шығарамын ба деген ниеттемін. Өзіміздің осы Қызылтөбе ауылында Жұмағали Жанов деген композитор ағамыздың әнімен сөзіне жазылған елігім еркем деген ән шықты.
сол кісілермен тағы бір екі әндерін ұсынып жатыр қазір. Жаңаөзендік өзімнің бауырым Тілеген Әли деген бауырымыз бар. Соның қазіргі таңда Мен сенің королің деген бір ән жасап қойдық десек артық емес. Енді әнде, сөзде, біздің тілмен айтқанда аранжировка дейді, барлығы да дайын. Осы қазіргі мынау елде болып жатқан кішкене келеңсіздік жағдайларға байланысты тоқтап қалды жұмыс, шынын айту керек. Енді бұйырса алдағы уақытта сол әндерді жарыққа шығарып, халыққа ұсынсақ деген жұмысын тоқтамай жалғастыра береміз. Бұйырса, иә. Бәрекелді. Енді Қосайды жалпы көбісі білмегенмен, енді бүкіл қазақ елі танымау мүмкін, бірақ Қазақстан даусында үлкен республика деңгейде әдемі өнеріңді тамашалаған болатынбыз. Жалпы Қазақстан даусына барғанда қандай әсер алдың? Бұл жерде түрлі әділ қазылар, аудитория, ол енді мойындау керек, бұл жерде деген оңай емес, ерікті адамдар емес, бұл жерде тәртіп қатал телевизордан көріп жүрген әншілермен енді ана жерге барғанда бетпе-бет жүздесу дегеннің өзі енді қанша дегенмен тартынып қаласың. Сол жерде Нұрлан Албан деген ағамыздың таңдауымен маған сол көрмей тыңдау деп айтады ғой, теріс қарап отырады, бер жақтан айтасың. Көрмей тыңдау кезеңінде маған Ақан серінің Балғадиша деген ән түсті. Сол Балғадиша деген әнді айтып бастап отырған сәтіммен сол Нұрлан Албан деген ағамыз басып, мені таңдап, сонымен ар жақтан кішкене қобалжылық. Мүмкін енді бұл жерде өз-өзімді дұрыстап қолға алып неғылғанымда басқа да әншілерді, сол жердегі тәлімгерлерді қаратуға болатын бет деген ниет болды да, мен өзімнің ішкі ойым солай. Дайындық көбірек болғанда. Дайындық көбірек болғанда. Енді жаман емес, сол Нұрлан Албан ағамыздың тобында сол жерде студиясында дайындалып, өнер көрсетіп, сондай халыққа телевизорда көгілдір экранға деген сияқты. Бәрекелді, Қосай жұлдызың жана берсін. Енді мынау әңгімемізді айта отыра тағы да бір әнге кезек берсек, Маңғыстаудың композиторларынан бола ма? Енді осы Маңғыстауымыздың талантты композиторы марқұм Талғат Атшыбаев деген ағамыз өмірден өткен. Сол кісінің шалқыма деген әні бар, соны орындап берейін. Бәрекелді. Жабырқап жүрген жанымды жап-жарық етті бір ара әуенім жана табылды әніме менің қоралай жүрегім солай салды әнге сазымды өзің кел жалға сағыныш болсам арман не сағынатұғын сен барда осы бір менің әнімнің мәні де сенсің сәні де сенсің мәні де сенсің тәп-тәтті
Бәрекелді, қоса енді керемет қоңыр даусыңмен әдемі ән шырқап жатсың, даусың қарлық басын. Жалпы өнер әкенің қанымен, ананың сүтімен келеді дейді. Саған қай жағынан жұққан? Енді анаңнан ба? Өте орын сұрақ. Бұл енді біздің жалпы нағашы жағымда, өз жағымда жалпы өнерден келте қалған ауыл емес. Себебі осында Елбетер Мырза деген кісі болған, менің әкемнің ағасы туған. Сол кісі заманында небір қалаларды, небір елдерді аралап, сондай бір өнерге жанашыр, өнерде ішкен асын жерге қоятын сондай бір ұлағатты ұстаз болған. Сол кісілерден дарыған шығар деп те ойлаймын. Мен жаңа айтқандай екі жақтан да енді жалпы жұққан. Екі жақтан да бар дейсің ғой. Бәрекелді. Ал енді Қосай, осы өнер деген үлкен кемеде еркін жүзуіңе тілектеспіз. Енді бағдарламамыздың да аяғына таяп келіп қалды. Қосай енді көрермендерімізге арнап бір өзіңнің жүрек жарды тілегіңді арнап жіберсең, көріп отқан әлеуметтік желілерден, бүкіл осы парақшаларымыздан қарап отқан көрермендерімізге. Көп рахмет. Енді еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын дейміз. Мынау өнерім, өмірім, осы бағдарламаның ғұмыры ұзақ болсын. Керемет осындай халықтың көңілінен шығатын дәстүрлі, әдемі осындай өнерімізді насихаттайтын үлкен бағдарлама болсын, творчестволық табыстар тілейміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Тек қана осындай өнермен, өлеңнің арасында қуанышты сәттерде аман-есен осылай шалқып жүре берейік. Ай, рахмет, саған да барлық жақсылық тілейміз. Ал енді Қосай, сенің асабалық, ән айтатын өнерлеріңді көріп жүрміз. Бірақ күй тартатын өнерің бар екенін естіп қалып отырмыз. Қадыр Мырза деген қазақтың ақиқатын айтқан ғой, екі ішектің бірін қатты, бірін сәл-пәл кембіра. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Осы енді домбыраны ұстағаннан кейін күйден де шамамыз келсе, келте қалмаймыз. Құрманғазының күйі адай күйін орындап берейік. Ал құрметті көрермендер, өнерім өмірім атты бағдарламасы өз мәресіне жетті. Аман сау болыңыздар. Келесі кезекте күйге береміз. Қосайжан бір әдемі күйден орындап берсеңіз.